тілінде осы шақты фиал мудари деп айтады. Фиал мудари. Фиал деген етістік, мудари деген осы шақ атаймыз. Мудари. فعل مضارع қараңыздар, ағылшын тілі сияқты дәл қазір болып жатқан ол бөлік айтылады. Мысалы үшін I am writing, иә? Ал общий жалпы айтатын болсақ I write деп айтамыз ғой. Ал ағылшын араб тілінде олай емес, екеуіне де бір шақ. То есть айта аласыздар, мен қазір ана актубу, мен дәл қазір жазып отырмын, және сіздер жалпы кітаптар жазамын. Ана актубу кутуб. Түсінікті ғой, иә? Осы фиал мударикті, осы шақты жалпы айтуға да, және дәл қазір болып жатқан іс-әрекетке де қолданасыздар. Түсінікті ма? Түсінікті, иә? Мысалы үшін бір етістікті алайық, катаба. Катаба, ол не деген сөз? Писать, жазу. Жазу деген мағына. Катаба. Өткен шақты өттік сіздермен. Катабада, мысалы, мен жаздым дегенді қалай айттық та, алдында біз ана катапту. Дұрыс қой. Яғни соңынан жалғадық. Жалғауды не істедік? Соңынан жалғадық. Катабту деді. Мен жаздым. Сен жаздың? Катабта. Женский родта катабти. Ал енді бұл өткен шақ. Соңынан жалғаймыз. Ал осы шақтарға алдынан қойымыз әріптерді. Яғни ана мен болса, ана деген мен. Онда алдынан қойымыз ана қойымыз. Ана, енді екінші міндетті түрде К, Т, В, үш әріппен құралады ғой. Енді осы К, Т, В, фаалада біріншісі міндетті түрде сугунмен бітеді. Естеріңізге сақтаңыздар, сонда болады ме? Ак болады. Ал енді екінші әріпі, мынау екіншісі. Бұл кейде уға өзгереді, кейде и кәсраға өзгереді, кейде фатха аға өзгереді. Яғни ортасындағы әріпіміз ол өзгеріп тұрады. Ал соңғы міндетті түрде умен аяқталады. Бұл өзгермейді. Соңғы міндетті түрде умен. Мен актубу. Мен жазып отырмын дәл қазір. Жалпы жазамын. Мен істеп отырмын. Ана алу. Енді мына жерде алу, мен істеу дегенде фаал. Бұл жерде аға ауысып кетті ортасы. Дұрыс па? Ал енді мен қазір дәл қазір отырмын. Ана ажлису. Яғни бұл жерде ли, яғни жылы жайласа отырмын ғой. Дұрыс па? Енді осы ортаңғысы неге ажлису. Яғни ортаңғысы өзгеріп отыр. Ал алғашқысы мен соңғысы бірдей. А және ол. Енді сіздер айтасыздар, оны біз аны қоямыз ба, уды қоямыз ба, оны қайдан білеміз дейтін болсаңыз, кез келген сөздікті жаттайтын кезде, яғни қазір кітапты ашсаңыздар да, кітаптың сөздіктің жанына жақшаға у, а қараңыздар. А және не? Тағы да и деп жақсыда жазылып отыр. Бұлар не деген мағынаны береді? Яғни бұлар ортаңғы әріпінің өзгеруі көрсетеді. Именно осы әріпті қоясыз. Мысалы үшін мына жердегі амаляны көрейік. Амаля дегенде аудармасы работать. Дұрыс. Енді оның жақшаның ішінде а деп тұр. Мен дәл қазір жұмыс істеп жатырмын, және мен жалпы жұмыс істеймін деп айтатын болсаңыздар, қайтасыздар? Ана, а, екіншісі сугунмен аяқталады, бірінші, екінші әріпіміз яғни. А-ма-лу. Түсінікті ғой? Ана, а-ма-лу. Тағы да басқа етістік алайық. Дәрәса. Аудармасы не? Оқу, иә? Яғни оның ортасындағы әріпі у екен. Сонымен мен қазір оқып отырмын десек? Молодец. Тағы да? Ана адрусу. Түсінікті ғой? Ана, екіншісі сугун, ады, руды қақтан алды өткен жақшаны қараймыз. Русу, ана адрусу. Енді тағы да бірнеше уже жіктегеннен кейін ол естеріңізде қалады. Ана адрусу, анта тадрусу, нахну надрусу деп бірнешеуін жіктеп кетулеріңіз керек. Дәл сол кезде. Келесі тағы алайық, мысалы, захаба. Захабада жақшаның ортасында ішінде не деп тұр? А деп тұр. Сонымен мен бара жатырмын деп қалай айтасыздар? Молодец. Ана азхабу. Балнұр. Жақсы, Балнұр жауап беремін. Айжан? Айжан жауап береміз. Так, келесі. Сакана. Өмір сүру. Аружан. Мен өмір сүремін. Молодец. Ана аскуну. Дәл қазір өмір сүріп жатырмын. Айжан. Диана. Дахала. Кіру.
ад екінші сукунмен бітеді ғой. ад да емес, енді сукунға тоқтайсыздар. ада емес, сукунмен аяқтайсыздар. адхулу жақсы көріп алыңыздар, иә? Тағы неше мысал келтірейікші, деп жаттаңыздар. Айжан, хароджа шығу. Қайтадан? Ах. Енді рының жашан ішіне тұр. Енді рыға нені қоямыз? Ду қоямыз. Жу соңғысына сенімді қойыңыздар. Уды. Ахруджу, актубу, афалу. Соңы умен міндетті түрде аяқталады. Тек ортасы өзгеріп тұрады. Так, келесі назора, анзуру, бұл жерде қойылмапты. Жоқшаға негізі назараны қуал, анзуру ары қарай кете береді. Сәмәға аға қойылып тұр. Мен естіп отырмын. Әс сукун, әсмәу. Әсмәу. Дұрыс па? Тағы да роджаға қайта оралу. Ана әржақу. Тағы да фаала істеу. Афалу. Мына жерде бір етістік бар. Ахаза алу. Дұрыс па? Енді қараңыздар. Ахаза бар, акала бар да. Акала бар жеу. Екеуі де амен басталады мысалы. Мына жерде кіммен басталып тұр. Дұрыс па? Актубу деді. Аджбису деді. Ал енді егер етістіктер өзі амен басталса, ахаза алу. Тағы да акала жеу. Бұлар өзі амен басталып тұр. Біз тағы да нені қоямыз алдына? Міндет анаға, міндет түрде аны қоямыз. Дұрыс қой? Сонда аға болады ма? Тағы да болмайды. Дұрыс қой? Енді осы екі бірігіп қосылып тұрса, екі кездессе бірімен, онда екеуі бірігіп бір созыңқы аны береді. Сонда ана кішкене созу керек. Ахузу. Ана акулу. Түсінді ғой? Яғни екеуі бірігіп кетеді жағына. Сонымен ахузу, мен алып жатырмын. Ана акулу, мен жеп отырмын. Түсінді ғой? Ал енді ішу деген шараба, ешрабу, ишраб, иә? Ана ашрабу, бұл жерде шыға бұтыр, яғни ашрабу дейміз. Ал жеуде екі бір-біріне қосылса, онда екеуі бірігіп созылыңқы дыбысты. Түсінді ғой? Келесі кеттік енді. Егер ана түсінікті болса, ары қарай жылжымыз неге? Нахнуға жылжиық. Нахнудің аудармасы не? Біз. Нахну. Яғни анада амен басталғаныдай, нахнуда нунмен басталады. Ну, я. На. Сонымен болады қалай? Нахну, нак, тубу. Яғни біреуін сіз жасап алсаңыз, сол бойынша уже кете бересіздер. Нахну, нак, тубу. Бұл жерде баумен міндетті түрде аяқталады, ештеңе өзгермейді. Яғни біреуін жасап алсаңыздар, енді алдына тек қана ну наркын қоясыздар. Болды. Нахну, нак, тубу. Келесі қандай? Анта. Анта да сен. Анта сен. Енді сен алдына тәні қоямыз. Анта тактубу. Анта тактубу. Тактубу. Анта тактубу. Сен жеп отырсың. Анта тахузу. Жақсы? Анта тактубу. Келесі антиға қарайық. Оған қыз бала. Оған да алдына тыны жазып қоямыз. И соңынан ина. Ина деген қоямыз. Анти тактубина. Молодец. Бұл осы күнге кетеді. Анти тактубина. Анти тактубина. Енді сен отырсың, анти таджлисина.
تفعلين. Енді сөйлем құрайық. Осыларды міндетті түрде жаттау. Ана, нахну, анта, анти. Төртеуін қана берейін қазірше. Және осы төрт бесіндікті бүкіл етістіктерге үйде салып шығасыздар. Дәрәса, дәрваса, зәхәбә, сабаха, осылардың бәріне. Енді сөйлем құрайық осыларға. Сен не жазып отырсың деген қалай болады енді? Хәл енді ба, бе, папе. Не деген ол қалай? Ма, анта, тактубу. Тағылаймыз. Егер қыз балаға айтатын болсақ? Тактубина. Мәзі жазып алыңыздар, білмесеңіздер, иә? Қалай болады? Мәзі, не? Яғни не дегеннің өзінің екі мағынасы бар. Мә деген бар, ол зат есімдерге қолданамыз. Мәзі, мәзі. Ал етістіктерге нені қолданамыз? Мәзі. Мәзі, окей? Мәзі. Мысалы, тактубуда, тағы да қандай бір етістікті алайық. Есту деген не дедік? Сәмаа, ясмау, ана әсмау. Сен тыңдап отырсың, анта тәсмау. Сен не тыңдап отырсың деген қалай болады енді? Мәзә ан жоқ. Дұрыс келе жатыр. Тәсмаина. Егер мужской родта, мәзә анта тәсмау. Айтайымыз, мәзә анта тәсмау. ماذا أنت تسمعين؟ тағы мәзә істеріңізде қалу үшін тағы мысалы сен не істеп отырсың? Фаала. Айжан, Аружан. Фаала істеу. Молодец. ماذا أنت تفعل؟ قطعيز. ماذا أنت تفعل؟ егер қыз балаға айтатын болсақ? ماذا أنت تفعلين. ماذا естеріңізде қалды ма? Енді айнаны алайық. Айна деген аудармасы қайда? Айна. Айна амала работать, жұмыс істеу. Сен қайда жұмыс істейсің деп қайдасыз? Кітап қараңыздар. أين أنت تعمل؟ Балнұр, тағы да бір-екі мысал келтіріңіз сіз. Қайда бара жатсың? Қайда бара жатсың? Жол бір жаққа қарай бағытталу. Ол иля айна болады. Иля айна. Вот айна деген где? Шатыстырмаңыздар, иә? Қайда? Ал қай жақта болатын болса, яғни куда бар. Куда ты идешь? Қайда бара жатырсың сен? Иля айна ол направление. Иля айна ол направление, бір жаққа қарай бағытталу. Мысалы, сен қайда кетіп бара жатырсың десек, қалай болады? Бару деген идти. إلى أين أنت تذهب؟ تذهب. ولا تذهب. إلى أين أنت تذهب؟ إلى أين أنت تذهب؟ تذهب. Сен қайда кетіп бара жатырсың? إلى أين أنت تذهب? Түсінікті ғой? Осылай сөйлем құрайсыздар үйде. Жақсы? Бәрін жүктеп шығасыздар, мына етістіктердің барлығын. Қайра'a деген оқу, оқудан фаала істеуге дейін. Мысалы, қайра'a оқу болса, мен оқып отырмын. Ана жақшаның ішіне не кетті? А. Ортаңғы әрпі ол А болу керек. Ана ақ сүкін қыға түседі, иә? Ана ақ рау. Қайталаймыз? Енді сен не оқып отырсың? Қалай болады? ماذا أنت تقرأ؟ Қайталаймыз. ماذا أنت تقرأ؟ Сен не оқып отырсың? Ер адамға. ماذا أنت تقرأين؟ Молодец. ماذا أنت تقرأين? Женский род қиын. Женский род қиын. Иіні жалғастыр, ентіні жалғастыр.
неғып айтады иә олар. إينا مثلا أنت تفعلين سين يستوي وترسم. تاخد قضية ستر